Саламатсыздар ма, менің құрметті гүлсегіш достарым. Міне, тюльпанның гүлдеп тұрғанына 4-5 күн болды да, міне бүгін кешеден бастап тюльпаным уже гүлдеп болып жатыр. Енді ары қарай түсірейік. Кешірім өтінемін, тамағым ауырып жүр, бір жағынан тамағым ауырғасын түсірейін ба, түсірмеймін ба, бірақ мынау менің тамағым жазылғанын күтпейді ғой бұл. Сонда да түсіріп жатырмын. Мынау енді гүлдеп болды, енді ары қарай не істейміз? Енді бұл гүлдің түбіндегі бізге жуасы керек. Дұрысыменен сол себептен біз ары қарай ухаживать етеміз. Енді мына тюльпанның цветоносын кесіп алып тастаймыз. Тек қана цветоносын алып тастаймыз. Егер де біз түбінен алып тастасақ, онда бұның астындағы жуасы дамымайды. Сол себепте біз мына цветоносты жерде коробочкасы дән жинамау үшін бүкіл күшінің бәрін осы дәнге кетіреді. Сол үшін біз мынаны кесіп тастаймыз. Кесіп тастаймыз да зеленый массасын қалдырамыз. Міне, зеленый массасын қалдырамыз. Мынаусын алып тастаймыз, дәніне күш бермеу үшін. Осылай енді ары қарай суын құйып, 1-2 аптадай суын құямыз да, енді мына зеленый массасын ары қарай астындағы жуасын дамытуымыз керек қой. 2 аптадан кейін фосфорно-калийный жаңағыдай суперфосфат деп жазып тұрады сыртында. Удобрениесі бар. Сол удобрениесін қолданамыз да, июньнің басы, июньнің аяғына дейін удобрениеменен жаңағы кормить етеміз. Удобрениеменен тыңайтқышпен тыңайтамыз, қазақша. Сосын уже июньнің аяғы, июльдің басында жапырақтары өзі сарғайып түседі. Сол кезде үстін алып тастаймыз да, уже астын қазып аламыз. Қазып алып, холодильникке ма, бір салқын жерге ма сақтап қоямыз. Сосын күзде егіп тастаймыз. Жақсы гүл беру үшін, жаңағы осы астындағы жуасын сақтап қалу үшін біз ары қарай осылай уход жасаймыз. Енді басқа не айтуға болады? Қасына тағы да жуа алып, келесі жылы тюльпанның орнын өзгертіп, басқа жерге еккім келіп отыр. Қазір мынау пионның қасында отыр. Бұл жерде көп болып шықпай қалды. Шықпай қалды, себебі уже 4 жылдан кері кетіп қалды. Садоводтардың жаңағы цветоводтардың айтуы бойынша тюльпанды каждый год жаңағы жазда қазып алған дұрыс. Қазып алмаса да болады, енді өседі ғой. Бірақ уже кейбір сорттарын сіз уже топырақтың астынан таба алмай қаласыз. Сол себептен, чтоб надежный болу үшін жаңағы жазда июньнің аяғы, июльдің басында жапырағы сарғайғанда барып қазып алып сақтап қоямыз. Холодильникке, астыңғы полкаға салып қоямыз ғой. Опилкамен или шамалы грунт салып, соның ішіне сақтап қоямыз. Бар айтпағым осы. Енді осыны мен сіздермен бірге жасап көремін. Және бірінші рет жасап отырмын. Енді бүйтіп түсіріп сіздерге көрсетіп жатқанымда жақсы, өзіме бір үлкен жауапкершілік алғандай болып отырмын. Себебі осы гүлді до конца енді жеткізгім келеді. Заман тыныш болсын, гүлдеріңіз өсе берсін. Сау, саламатта болыңыздар. Келесіде тамағым ауырмай дұрыс сөйлейтін шығармын енді. Рахмет, комментарияларыңызға рахмет. Аман жүріңіздер. Мен сіздерді жақсы көремін.